Қазақстанда сәуір айында ауа райы қандай болады? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатолланың қабырғаларын ұстасын. Сәуір айына Қазақстан Республикасы бойынша консультативтік ауа райы болжанады, деп хабарлайды Қазгидромет РМК баспасөз қызметі. Сәуірде күннің ұзақтығы артады, одан әрі күн жылынады. Қазақстанның солтүстігінде сәуір айының бірінші 10 күндігінде орташа тәуліктік ауа температурасының 0 градус, ал еліміздің оңтүстігінде +10 градус, тұрақты 10 мәндерге ауысуы байқалады. Сәуір айында аумақтың көп бөлігінде қар ериді. Бір ай ішінде республика аумағында барикалық түзілімдердің ауысуына байланысты жылы, ашық күндерде, салқын, бұлтты күндерде болады. Каспийдің оңтүстігінен және Ресей еуропалық аумағынан циклонның шығуымен жекеленген күндері жаңбыр, екпінді жел, қыры оңтүстігінде найзағай, шаңды дауыл мен ауа райының тұрақсыз сипаты байқалатын болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.